Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Келі Мекен Бәлік ауылында орналасқан Құмжарған жалпы білім беретін орта мектебі. Түп тамырын сонау 1969 жылдан алады. Мектеп ауласындағы гүлзарларда хош иісті гүлдер мен жас шырша ағаштары жылдан жылға бой көтеріп өсіп келеді. Асфальт жол төселіп, жолдың жан-жағында өскен ақ терек, сирен ағаштары мектеп ауласын ерекше әсемдікке бөлейді. Қас-қатар тізілген электр шамдарымен жарықтандырылған мектеп ауласы әсіресе қараңғы уақытта еріксіз көз тартады. Мектеп білім ордасы. Қазіргі таңда білім ордасында 162 бала білім алып тәрбиеленуде. Мектеп 250 баланың білім алуына арнап салынған ғимаратта 10 кабинет бар. 2019-2021 жылдар аралығында мектебімізден түлеп ұшқан түлектер осы мектептің алдыңғы буын қызмет еткен ұлағатты ұстаздардың ұрпақтары. Туған жерге тағзым акциясы аясында мектептің 8 кабинетіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, заманауи жиһаздармен жабдықталды. Әр кабинетке мектептен қызмет еткен ұлағатты ұстаздардың аты беріліп, пән бойынша қазіргі заманға сай құрал жабдықтармен толықтырылды. Мамытов Мақсот Үсенұлы атындағы тілдер кабинеті. Дәулеталин Сатыбалды Телағұсұлы атындағы тарих кабинеті. Абдуллин Сағидолла Абдуллаұлы атындағы математика кабинеті. Сальменова Ғайнер Жанділда қызы атындағы бастауыш кабинеті. Шурин Сағитжан Дәулет Мұратұлы атындағы биология кабинеті. Бақсикова Қымбат Бақсик қызы атындағы физика кабинеті. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық кабинеті. Мектебімізде пәндік дамытушылық орта бағдарлама талаптарына, балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес Берестинова Баян Әмір қызы атындағы мектеп алды даярлық кабинеті және ойын залы жасақталған. Қазақ Телеком келісімімен телефон жүйесі тартылып, мектеп ғаламдық интернет желісіне қосылған, интернет жылдамдығы 21 мегабит секунд. Информатика кабинетінде оқушылардың білім алу қажеттілігіне сай 15 компьютер жұмыс жасап тұр. Сыныптар жаңа парталар және жаңа орындықтармен толықты. Сонымен қатар еңбек кабинетінде тігін машинасы қолданыста. Қыз балалар қолөнер үйірмесіне белсене қатысып, өз шығармашылықтарын дамытып, қолөнер байқауларына жүлделі орындарға ие болып жүр. Кітапханамызда кітап оқитын орын ғана емес, өздерінің шығармашылық әлеуетін іске асыратын, демалып, жүздесетін орынға айналды. Сонымен қатар өзін-өзі басқару, жас ұлан ұйымдарының мүшелері бас қосатын аға тәлімгер кабинеті бар. Оқушылардың психологиялық эмоционалды жағдайларын жақсарту мақсатында жұмыс жасайтын психолог кабинеті. Мектепте әртүрлі шаралар ұйымдастырылатын акты залы. Спорттық ойындар мен жарыстар өтетін спорт залы бар. Оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ететін асханамыз және алғашқы көмек көрсететін медпунктымызда жұмыс жасайды. Ұстаздардың жұмыс жасайтын және үзіліс кезінде демалатын мұғалімдер бөлмесі.
Оқушылардың сыртқы киімдері мен аяқ киімдерін қоюға арналған гардеробтар мектептің алдыңғы дәлізінде орналасқан. Өрт қауіпсіздігін алдын алу мақсатында алғашқы өрт сөндіру құралдары және өрт пайда болған кезде істелетін әрекет тәртібі жөніндегі істен жасақталған. Мектебімізде 2013 жылдан бері Қазсервис Групп компаниясы табиғи газ жүйесімен қамтамасыз етуде. Ауыз су мектепте коммуналдық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің көмегімен ауылды орталықтандырылған су құбырлары арқылы тартылған. Мектеп ішінде ер балалар мен қыз балаларға арналған әжетхана жұмыс жасайды. Спорт алаңы соңғы үлгідегі биік қоршаудың ішінде, жеріне газон төселген ашық алаңда орналасқан. Мектепті қауіпсіз ортамен қамтамасыз ету мақсатында 25 бейне камералы орналасқан. Олар мектептің айналасын толық бақылауға алып тұр.